Температураның қатты заттардың ерекшелігіне әсері практикалық жұмысына бізге қажетті мұз салынған су, магний сульфаты, дистиллденген су. 50 мл судың үстінен магний сульфатының 20 граммдай алып қосамыз. Ерітіндіні шыны таяқшамен араластырамыз. Салынған тұз еріп кетсе, үстінен тағы да тұз қосамыз. Ерітіндіні араластырамыз. Тұз толық еру үшін оны қыздырамыз. Магний сульфаты суда өте жақсы еритін тұз болып саналады. Сондықтан көп мөлшердегі магний сульфаты да қыздырған кезде тез ериді. Ерітіндімізде магний сульфаты тұзы жақсы еріді. Стаканды абайлап, мұзы бар кристалдандырғышқа қоямыз. Байқағандарыңызды жазыңыздар. Қай жағдайда қаныққан ерітінді, қай жағдайда қанықпаған ерітінді түсті деп ойлайсыздар. Қатты заттардың судағы ерікштігіне температура қалай әсер етеді? Түсіндіріңдер.